Сәлеметсіздер ме қыздар? Бүгін біз сіздермен осындай қарама-қарсы құрақ, екі түрлі матамен және де осындай тырнақшалар қосу арқылы әдемі құрақ тігіп шығатын боламыз. Бұл құрақ өте әдемі, қарап отырсаңыздар. Бұл үшін бізге 12-де 12 сантиметрлік бөз матасы қажет болады. Бөз матасының тығыздығы жақсы, қалың болған жақсы, және осылай бұрыштарын келтіре отырып әдемілеп бүктейміз. Бұл бізге диагональ сызықтарын шығару үшін және құрағымыздың дәл ортасын анықтау үшін қажет болады. Өздеріңізге ыңғайлы болса, қыздар, сіздер ручкамен, линейкамен өлшеп отырып бұрышын тауып алсаңыздар болады. Мен сіздерге жеңіл түрін көрсетудемін. Енді келесі бізде бұл бөз матаға түстес әрдайым ақ түсті жіппен тіккен дұрыс болады. Өйткені арты жағынан бізде әдемі көрініс болу үшін машинкаңызды ақ түске инені ауыстыратын боласыз. Енді келесі бізде ені 3 сантиметрлік бенде күлгін қара және екінші ашық бежевый түсте осындай екі түсті таңдап алдым. Түгін төмен қаратып отырып, осы жерде біз 3-3 сантиметр болатын көзін таңдап аламыз. Оны біз атлас матасынан алатын боламыз. Атлас матасының артына флизелин жабысқан, қыздар, дайын. Мен бұны тырнақша ретінде кесіп алғанмын. Тырнақшаның размері 4,5-да 4,5 болып келеді. Енді біз қазір көзін кесіп аламыз да жұмысты бастайтын боламыз. Міне қыздар, 3-3 сантиметрлік көзді кесіп дайындап алдық, және біз енді бұны дәл ортасына бұрыштары келетіндей етіп, дәл центрына орнататын боламыз. Сіздер бір строчка бекітіп алсаңыздар да болады, немесе екі көзін бірақ тіксеңіздер болады. Міне екінші 3-3 сантиметрлік қоңыр түстен алдым. Бұның да размері 3-3 болып келеді. Енді осыны бетке бет бір-біріне қаратып, түгін төмен қаратып аламыз да атлас матасына бетіне қойып, лапканың бойымен тігіс жіберетін боламыз. Лентамызды ашамыз, лапкамен артқа қарай береміз және келесі қоңыр түсімізді тігетін боламыз. Міне екінші қабырғасын тікті. Қарап отырсаңыздар, бұрыштары диагональ сызығына келіп жатыр. Яғни сіздің құрағыңыз түзу, қисаймай тігіліп жатыр деген сөз болады, қыздар. Міне келесі түс бізде бежевый түстен екі қабырғасын тігетін боламыз. Әрбір қабырғасын тіккеннен кейін, қыздар, міне қарап отырсаңыздар, диагональ сызыққа біздің лентамыздың ұшы келіп отыру қажет болады. Соны бақылайсыздар. Міне қыздар, біздің бірінші айналым бітті. 4 қабырғасын тігіп алдық. Енді келесі кезекте бізде тырнақшаларын тігу керек боламыз. Тырнақшалары бізде жаңа айтып кеткендей 4,5-да 4,5, екі жағынан тігетін боламыз. Осы атлас матаны тура дәл ортасынан бүктейміз. Бұл жерде бізде тігетін орнын анықтап алатын боламыз. Осылай осы жерден тігіс жүргізетін боламыз. Дәл ұшына қойып, жаңағы бүктеген жерге тігіс жүргізетін боламыз. Әдемілеп отырып жайып артқа қарай береміз. Және сол сияқты екінші жағына да жаңағы атлас матадан тырнақшамызды тігетін боламыз. Бүктеп аламыз. Тігіс түсетін жерді анықтап аламыз да дәл бұрышына келтіріп отырып әдемілеп тігісін жіберетін боламыз. Міне қыздар, осындай екі жағына тырнақша түсу жолы осындай болады. Енді келесіде бізде ары қарай тігіп кете береміз. Қоңыр қабырға, бежевый қабырға, қоңыр қабырғасын тігіп, сөйтіп алма кезек тігіп кете беретін боламыз.
Міне қыздар, екінші айналымды бітірдім. Енді келесі орында мына екі жағына тағы да тырнақша тігетін боламыз. Жаңа көрсетіп кеттім. Дәл осылай 4,5-4,5 атлас матасын екіге бүктеп, диагональдан бұрыштарына келтіре отырып тігіс түсіресіздер. Ешқандай қиыны жоқ. Тура дәл ортасынан тігістің бойынан тігіп аласыздар. Бүктеген жерден тігіп аласыздар. Міне қыздар, үшінші соңғы айналым тігіп жатырмын. Енді қарасаңыздар, дәл деп тігіп отырсаңыздар, міне сіздерде маталарыңыздың шеті бөз матасының шетімен теңесетін болады. 1-2 миллиметрге айырмашылық болуы мүмкін. Құрақтарыңыз кішкене бөз матадан шығып кетуі мүмкін, бірақ ол өте не емес, проблема емес. Оны сіздер қайшымен ақырын ғана әдемілеп түзеп алатын боласыздар. Тек қана үлкен размерде айырмашылық болмауы қажет. Құрақтың ең соңғы лентасы сіздің бөз матаңызға әдемі түсуі қажет болады. Міне қыздар, айналып біттік. Енді келесі біз 4 жағынан тігіс жүргізіп, қыздар айналдырып тігіп шығатын боламыз. Қыздар, міне көріп тұрғандағыларыңыздай, міне шетінен шығып қалған маталарды әдемілеп кесіп тастаймыз. 1 миллиметрден 3 миллиметрге дейінгі шығып тұру допустима, одан ары 5 миллиметр көп болып кетеді. Осылай әдемілеп кесіп шығасыздар. Сонымен құрақтарыңыз сіздің 12-де 12 болып әдемі болып теңесіп шығады, төрт қабырғасы. Сонымен қыздар, құрағымыз аяқталды. Міне осындай құрақ, әдемі тырнақша құрағы шықты. Құрақ түрі ұнап жатса, жеңіл тігіліп, өзіңізге бір пайдасын беріп жатса, онда қыздар каналыма тіркеліп, комментария жазып, пікір қалдырып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Келесі жолы әлі де талай құрақ түрлерін тігетін боламыз.